Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Апаймен амандасамыздар? Қалай? Сіздерге көрініс жасап қояйық. Ал құрметті оқушылар, көңіл күйіңізбен, жақсы көңіл күйіңізбен жаңа аптамыздың бірінші күннің сабағы, музыка сабағын бастаймыз. Енді әдеттегідей біз сабақ барысында өздеріңіз көретіндей әннің айту ережесі, сабақтың өтілу барысын біз жақсы білеміз. Солай ба, иә? Жақсы. Ендеше қазір біз сабағымызды бастамас бұрын, бүгінгі сабақтың ерекшелігі біз қалай бөлініп отырмыз? Қыз балалар және ер балалар бөлініп отырмыз. Бүгінгі сабағымыздың ерекшелігі ер балалар мен қыз балалар бүгінгі сабақта өзінше ерекшелігімен сабақ барысын орындайтын болады. Яғни бүгін біз ер балалар мен қыз балалар бір-бірімізбен жарысамыз. Жақсы ма? Сондықтан барлықтарыңызға берілген тапсырманы екі топта мұқият тыңдаймыз, мұқият орындаймыз. Жақсы ма? Енді сабақ барысы бойынша мен қазір екі топқа екі қоржынды беремін. Бұл қоржын сіздердің барлық қоржындарыңыз. Қазір қай топтан қай оқушы жауап берсе, мен соған бонустар беріп отырады. Яғни билеп жатқан ұлдың және билеп жатқан қыз баланың суретін әр топқа беріп отырады. Егер сабақ соңында кім мынандай суретті көбірек жинайды, сол топ не істейді? Отады, жеңімпаз атанады. Жақсы ма, түсінікті ғой, иә? Сондықтан қаласпай бір-бірімізбен жауап беріп отыруға тырысамыз. Осы жерде тұрсын, тиіспейміз, қоржынға тиіспейміз, үстіне бонустарымызды жинап отырасыздар. Ал, құрметті оқушылар, енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Бәріміз мұқият бері қараймыз. Енді өткен сабақты шолу мақсатында алдыңғы музыка сабағында өтілген тақырып бойынша қазір біз мұғалім апайдың сіздерге қойған сұрақтарына жауап айтамыз. Оқулықты орнына қоямыз, ручканы орнына қоямыз. Жақсы ма? Мұғалім апайды тыңдаймыз. Мұқият тыңдайық. Мен басайын ба? Сәлем, достар, жалпы екі түрге шулы дыбыстар және музыкалық дыбыстар болып бөлінеді. Дыбыс балалар. Балалар, былай дейді, дауыстар тыңдаймыз. Алғашқы сұрағымыз біздің қойып тұрған дыбыстар жалпы екі түрге бөлінеді дейді. Шулы дыбыстар және музыкалық дыбыстар. Осылай мұғалім сіздерге сұрақ қойған кезде сіздер я немесе жоқ деп жауап бересіздер. Жақсы ма? Бірінші қайтадан сұрақты тыңдайық. Басынан бастап қоя қояйық. Тыңдаймыз. Сәлем, достар, жалпы екі түрге шулы дыбыстар және музыкалық дыбыстар болып бөлінеді. Шулы дыбыстар және музыкалық дыбыстар болып бөлінеді. Дұрыс па? Дұрыс балалар. Вальс бұл ырғақ түрлері. Қайтадан қойып жіберейік. Бөлінеді. Дұрыс балалар. Марш, вальс бұл ырғақ түрлері. Тоқтатамыз. Полька, марш, вальс бұл ырғақ түрлері дейді. Я ма, жоқ па? Дұрыс айтасың. Яғни вальс, польша, марш деген ырғақ түрлері бар екен алдыңғы сабағымызда өткендей. Кәне, дұрыс па екен? Дұрыс балалар. Дұрыс екен. Келесі сұрақ. Неше сыныпта орналасады? Тоқтатамыз. До дыбысы екінші сыныпта орналасады дейді. Біз нота сызығына нелерді орналастырдық, қараймыз, дәптерімізден қараймыз. Нота дыбысы, до дыбысы екінші сыныпта орналасқан дейді. Дұрыс па? Қараңдар. Қай жерде орналасады? Бірінші сыныптың астында қосымша сыныппен. Кәне сұрақтың жауабын тыңдайық. Белгі пиано, ақырын дейді. Дұрыс балалар. Дұрыс дейді. Яғни до дыбысы біздің бірінші сыныпта, екінші сыныпта емес, бірінші сыныптың астында орналасады. Керемет балалар. Енді бір сұрақ. Белгі пиано, ақырын деген мағынаны білдіреді. Ақырын деген белгі, ақырын деген мағынаны білдіреді. Я ма, жоқ па? Дұрыс айтасыздар. Өте керемет. Жақсы. Тыңдаймыз сұрақ.
Келме, айтыс, жыр, толғау және тағы басқа. Бұлар музыкалық жанрлар. Күй, айтыс, терме, жыр, толғау бұл музыкалық жанрлар дейді. Музыкалық жата ма? Айтасыздар. Тыңдайық апайды. Дұрыс балалар, өте керемет балалар. Алдыңғы сабаққа шұғыл жасаған үшін барлықтар қатысқан қыздарға бонус, ұлдарға бір бонус. Есептеп отырамыз, иә? Жақсы. Ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Балалар, қазір мен сіздерге бүгінгі сабағымыздың авторымен таныстыратын боламын. Бұл жерде көріп отырғандарыңыздай Құрманғазы Сабырбай ұлын көріп отырмыз. Құрманғазы Сабырбай ұлы 1823 жылы туылып, 1896 жылы өмірден озған екен. Құрманғазы деген кім? Ұлы күйші, композитор. Оның туған жері Орал облысы, Жаңақала ауданы, Шекебай ауылы. Оның Адай, Балбырауын, Кісен ашқан және де басқа да көптеген күйлері бар. Балалар, біз білетіндей, күйдің сөзі бола ма? Күйдің сөзі бола ма? Жоқ, иә? Біздің күйді ән айтқан кезде біз оны сөзбен айтамыз. Күйді айтқанда оны біз сөзсіз не істейміз? Тыңдаймыз. Жақсы. Ары қарай кеттік, балалар. Бүгін біз қазір Құрманғазының күйі Адай деген күйді тыңдап көреміз. Мұқият күйді тыңдаймыз. Екі топта. Сіздер жарысқан тұрсыздар, иә? Екі топта жақсылап тыңдаймыз күйді. Қандай темпта орындалып тұр? Не болып жатыр оның ішінде? Сен нені көре алдың? Соны қазір бақылап көрейік. Тыңдаймыз, иә? Мұқият тыңдап аламыз. Тыңдаймыз. Ал жақсы тыңдадық. Ал кім қандай нәрсені елестете алды? Айта ғой. Оның ішінде су жоқ. Біз бейнебаянды баяндамаймыз. Музыкада нені тыңдап тұрсың? Аттың шабысын, сосын күй қалай ойнап тұр? Тез ба, жай ма? Жай ма? Жақсы. Тағы ұлтардан түптер айтады. Айта ұсынтан. Күйден не тыңдады? Сұлтан айтады. Күйден не тыңдады? Не көз алдыңа елестеді? Осы күйді тыңдаған. Кім айтады? Ұлдар көмектесін, болыс аламыз ба? Айтамыз. Айтамыз. Күйді тыңдаған тұсына дұрыста? Нені елестеттіңдер? Қыздар тағы қосымша бар ма? Айтады. Басқа. Қосымша. Қыздарға бір бонус. Айтамыз, Сұлтан, айта алмадық па? Ендеше музыканы тыңдаған жоқпыз, иә? Сартай. Ұялып тұрмыз ба? Сада жеңіп қаламыз қазір онда. Ұялып отыра берсек. Күйден не тыңдадық? Мұхаммед Ali. Yok, тұрған қызмен. Аха.
Жақсы. Сонымен біз kүйден аттың шабысын, яғни kүйдің тез ойналатындығын естеді, көрді. Енді біздің тақырыбымыз жаңа Құрманғазының күйі Адай. Ол күй қалай шыққан? Бұның шығу тарихын қазір бәріміз экранға назар аударсақ, ол күй қалай шыққан екен? Соны қарап жіберейік. Тәпсірден сұрайын, тыңдаңдар. Не говорите? Тыңдаймыз. Адай кейін шығарған Құрманғазыда жолаушылар келе жатыр. Бір адай келген екен. Үйдің терезесінде үзіле тұрған үкілі домбыраға көзі түседі. Құрекең қолына домбыраны алып, бір рет қағып көріп, әдейі теріс тұрып, қайтадан орнына іліп қояды. Біраз уақыттан соң Адай шал, кемпірі және 18-дегі Ақмаңдай атты қызымен үйге кіріп келеді. Ақмаңдай, мына домбыраға кім тиген деп, өз құрауына түсіріп, бір үйге кірісіп кетеді. Сонда Құрманғазы қызға қарап, шырағым, үйдің жақсысын емес, жаманын таптың ғой. Домбыраны беріп берші дегенде, қарағым, қызыл бұrt Құрманғазы деген бар деді. Сен соның өз емессің, аяқ алып күн бөлек екен депті Адай шал. Болса болармыз депті Құрманғазы мұртынан күліп. Құрманғазымен күй тартысқан Ақмаңдай Адайдың 7 қайсысының бірінің қарындасы екен. Жақсы. Балалар, енді жаңағы өзіміз айтқандай, мультфильмді көргенде Адай деген күйдің қалай шыққанын сіздерге айтты. Ал кімнің есіне болған? Қыздың аты кім? Айтайын. Қыздың аты кім? Құрманғазы. Біреудің үйіне түседі. Басқа қыздарға қатысамыз, басқа қыздарға. Кім деген қыз? Кім? Қыздар, ұлдар. Кім? Қайттан тыңдаймыз онда. Сендер тыңдап отырған жоқсыңдар бізді. Тыңдаймыз. Тыңдаймыз. Не говорите? Адай кейін шығарған Құрманғазыда жолаушылар келе жатыр. Бір адай келген екен. Үйдің терезесінде үзіле тұрған үкілі домбыраға көзі түседі. Құрекең қолына домбыраны алып, бір рет қағып көріп, әдейі теріс тұрып, қайтадан орнына іліп қояды. Біраз уақыттан соң Адай шал, кемпірі және 18-дегі Ақмаңдай атты қызымен үйге кіріп келеді. Ақмаңдай, шалдың аты кім? Шалдың аты Құрманғазы. Адай, дұрыс айтасыңдар. Керемет, осындай нәрсе. Сөйтіп келіп, күйдің шығу тарихы Құрманғазы Адай шалдың үйіне келіп Ақмаңдаймен күй тартысып отырып, естелеген шығарады екен. Жақсы, түсінікті балалар. Ары қарай кетіп сабағымызды жалғастырайық. Енді қазір біз жаңа тыңдаған шығармамыздан нені түсіндік? Бірінші сұрақ қыздар сіздерге қоямын. Тыңдаған музыкалық шығарманың көңіл күйін сипатта. Басқа негені айтамыз. Жаңағы тыңдаған Адай күйінің көңіл күйі қандай? Мұңлы ма, көңілді ма? Қандай? Көңілді, жақсы. Ұлдар, екінші, музыка барлығымыз оқулыққа қараймыз. 77-ші бетті ашыңдар. 77-ші бетте балалар Адай күйінің астында қыз бен ұлдың билеп жатқаны және ұлдардың билеп жатқаны бар, иә? Көпқа суретті. Ұлдар сіздерге сұрақ. Музыкалық шығармаға оқулықта берілген суреттегі қандай бейкі қозғалыстарын таңдар едіңдер? Қайсы келеді жаңағы күйге? Қыз бен ұл билеп жатқан ба, әлде ұлдар ма? Ұлдар. Қыз бен ұл билеп жатқан келе ма, жаңағы күйге ұлдар билеп жатқаны? Ұлдар. Неге себебі? Себебі бұл жерде ненің дауысы естіліп тұр? Аттың табысы естіліп тұр. Жақсы. Ал ұлдарға да бір орыс беріп қояйын. Арқай кетті. Ал қыздар, ер балаларда қалып бара жатырмыз.
Bарлığımız қазір орнымыздан тұрып, енді осы адай күйіне жігіттер ұлдар жағы аттың шабысын, атпен шауып келе жатырған, атты қамшылаған қимылдарды көрсетесіздер. Ал қыздар сіздер өзі қолыңызбен билеп, басыңызды қозғалтып, қыздардың қимылын жасайсыздар, иә? Бәрі орнымыздан тұрамыз, сөйтіп сәт жасап жүрейік. Ұйқылар келіп жатқан сияқты. Тұрамыз. Естеймісіз ол салмын. Қарай. Жігіттер не жасайды біледі, айта олар. Жігіттер аттан шабамыз, қалай шабамыз? Осылай шабамыз, я, қамшылаймыз, я. Қазір адай күйіне осы келтіресіздер. Қыздар не істейміз? Кетіп, қолымызды, басымызды қимылдатамыз, шашымызды, өлеміз жасыма. Кетіп, онда осы нәрсені барлығымыз бірге жасайық. Қолдарға қарамайық. Шабамыз, шабамыз. Шашымыз, қимыз, Ой, рахмет. Мен аттан шығып кетіп, құлдарымды солындай сұқпия. Жақсы, рахмет балалар. Ал, ақырын кеттік. Балалар жағымыз естеді? Биледім. Ендеше қазір біз кейдің ерекшесін барлығымыз бірге оқиық. Тақтаға назар аударамыз, барлығымыз оқимыз. Музыкамен, еңбекпен, ырғақпен, көңілі, кеңе, қимылдарын бастап, көрсететін өнер түрі. Яғни біз билегенде барлық денеміз не істейді? Қозғалады. Дене қозғалысы болған адамның көңіл күйі әрқашан не болады? Көңілді болады. Жақсы. Ары қарай кетті. Енді балалар, біз бүгін әнді үйренбес бұрын дауыс жаттығуын жасап алайық. Біз музыкада неше нота бар екенін білеміз? 7 нотаға. Ол қандай сыныптарда орналасады? 5 сыныпта орналасады. Қазір мен айтқанды күнделікті сабақта пайдаланып жүргенде қайталап айтамыз. До, ре, ми, фа, ля, си, енді кері қарай. До, си, ла, со, ла, ми, ре, до. Қайтадан бәріміз. До, ре, фа, со, си, ла. Тоқтаймыз. Кері қарай. До, ми, ла, со, ми, ре, до. Тұстан айтамыз. Енді бірден айтамыз. Ұзын жасаймыз қайтар. Си, ла, со, ми, ре, до. Жақсы. Енді біз осы көңіл күйімізбен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Қазір мен сіздерге мына карточканы таратам. Осыдан сөз шығарамыз. Сөз шығарамыз. Құрастырамыз. 1 минут уақыт құрастырамыз. Алыстаймыз. Бірінші класке. Ренжімейді, жігіттер бірінші айтып қойды.
keyin yeyip jarayısınlar. Бүгінгі сабағымыздың, яғни бүгінгі үйренетін әніміздің аты балалар 1, 2, 3. Дұрысталамыз. Бүгінгі үйренетін әніміздің аты кейін берейік екен. Қазір бәріміз осы әнді үйренеміз. Оқулығымызды ашамыз. 77-ші бетті ашамыз. Енді балалар, осы бетті ашпас бұрын дәптерімізге бүгінгі күн ретін жазайық. Бәріміз дәптерімізге күн ретін жазамыз. Таза, әдемілеп жазамыз. Күн ретін жазамыз. Қаңтардың 12-сі тақырып кен бейнет. Жаза қойып, әдемілеп таза. Әдемілеп таза. Таза. Қаншысы жазамыз, я? Қаңтардың 12-сі кен бейнет. Жазып аламыз. Жазып жазған кезде тіке отырамыз. Дүзі отырамыз. Ережелердің бәрін сақтаймыз балалар. Әр айтқанда қандай ереже бар, жазу жазғанда, бейнелегенде әрқайсының өзінің ережесі бар. Сондықтан тәртіпті бірге орындау керекпіз. Кен бейнет күнгі тақырыбымыз біздің. Жақсы. Қараймыз. Жас болған адам не істейді? Жас болған оқушы? Жас болған оқушы не істейді? Ручкасын орнына қояды да, жүріп отырады. Болды ба? Ал, қайтып бірінші жас болады. Апай бұлтты айтпаймыз, апай бұлтты айтпаймыз. Апай қалай білет болғанын, ручканы қойған кезде белгілі болады. Жақсы. Жақсы. Қыздар жарайсыңдар. Қыздар жарайсыңдар. Ал, ұлдар бізден 3-4 болғалды. Сұлтан сіздетеміз. Сұлтан сіздетеміз. Сұлтан болды. Жақсы. Кен бейнет. Бүгінгі әніміздің тақырыбы балалар кен бейнет. Жақсы ма? Қазір біз жақсы өлең жаттаймыз. Сандай болды ба? Болсақ бәріміз 1, 2, 3. Болды. Қыздар бірінші болды. Болды ба? Жақсы. Балалар, ән айтудың ережесін біз білеміз, я? Ән айтқанда қалай отыратын едік? Тартаға қолымыз қоямыз ба? Солай ма? Қалай отырған? Екі қолымыз тіземіздің үстінде, кеудемізді тік ұстаймыз. Жаңа дауыс жаттығуын жасадық. Сондықтан да ән айтудың ережесімен, тәртіппен жақсылап отырамыз. Қайда қолымызды, денемізді тыңшан, қолымызды, денемізді тартаға тигізбейміз. Тигізбейміз, артқа қарай отырамыз. Ән айтудың ережесін балалар ұмытпаймыз. Кесіп бар, денеміз тигізбейміз. Сен алып өткен жоқ бақта. Осыған қарайсыңдар, үш жерге қарай. Жақсы, балалар 77-ші бетте бір сәт жарайды. 77-ші бетте балалар кен бейнет деген әннің сөз тұр. Таққа қараймыз. Алдымызға таққа қойып аламыз. Алдымызға таққа қойып аламыз. Дәптердің орнын алмастырамыз. Жақсы. Кесіп қояр. Оқыма. Қазір бірінші мен әнді сендерге орындап беремін. Сендер не істейсіңдер оны? Жақсылап тыңдайсыңдар. Бірінші апай өлеңді орындап береді. Сөзін қараймыз, я? Ал, бірінші мен орындап беремін. Тыңдаймыз. Тыңдаймыз. Бір. Сұлтан, сартай әңгіме. Қазір мен әнді орындап беремін. Сендер тыңдайсыңдар. Сосын барып үймен бірге орындайсыңдар. Маған қараймыз. Маған қараймыз. Қолымыз қоямыз.
Енді апайдың айтуынша балалар, енді әннің сөзін бір қабын түсініп алса, қазір екі топ болып жарысып айтамыз. Бірінші шумақты жігіттер сіздер бастайсыздар. Я жігіттер айтып болғаннан кейін, екінші шумақты қыздар айтамыз. Ол кезде олар не істейміз? Үндемей отырамыз. Қай топ жақсы айтады екен? Басынан бастап қойы. Караокеге айтып жүрміз ғой, тыңдайық. Ұлдар айтады, ұлдардың дауысын тыңдайық, қыздардың жүргендесінде. Қалай айтады екен? Әлгі орындарға қалай отырамыз? Ерекше ұмытпаймыз. Төменге қолымызды саламыз, денізге қолымызды саламыз. Бастаймыз. Олар айтамыз. Жақсайтты деп ойлайсыздар. Жігіттер, қыздар жақсайтты ма? Қыздар жақсайтты ма? Ендеше не істейміз? Қыздар жақсайтса, қол шапалақтаймыз. Келтір, шапалақтаймыз.
жігіттер жасайды ма? Жігіттер жасайды ма? Сендердің достарың, иә? Олар да жасайды. Ендеше жігіттерге қошемет. Жақсы. Екі топқа да мен қазір бір жұмыс беріп қояйын. Қане? Жақсы. Ары қарай сабағымызды жалғастырайық балалар. Қазір әңгіме сабақ соңында қалса, уақыт қалса жалғастырамыз. Енді қазір біз ал енді балалар шығармашылық жұмыспен айналысу үшін қазір қыздар қамажай биін, жігіттер қаражорға биін билейсіздер. Жігіттер орныңыздан тұрамыз. Тесіңіз беттер. Қане, қаражорға биін білеміз бе жігіттер, иә? Қаражорға биін білеміз бе? Қандай қыздарға? Қаражорға болмасқа, жидым сәнді келелермен. Қазір осыны не билейсіздер, қыздар қарап отырсыздар қалай бәрі билейді. Кетті қаражорға биі. Қарап қимыл жасаймыз. Кетті. Олар бәрі біледі. Жақсы, керемет. Құда жақсы біледі ма? Ал енді қыздарды білейік, иә? Қыздар қамажай білейік. Кәне бәріміз ұқсатқан. Экранда көрсетілген тұрғанды қимылын жасайық, жасқа. Қыздар қалай көрсетесіздер? Әдемі қыздар біздің. Әдемі қыздар. Жігіттер қарап отырмыз, қыздар танымайды. Қазір біз қимыл жасаймыз. Ал қыздар біздің қазір билейді. Қане билей. Қыздардың қимылын білетін Baktım tutamaydı ya. Hiç tutamıyor. What
Біздің жігіттерімізге қыздардың билеген ұнаған-ау деймін, иә? Қатты қолы жанып шапалақтап жатыр, иә? Жақсы, рахмет. Жұмыста бағыттарыңыз жақсы орындағандарыңыз үшін үлкен рахметімді айтамын. Жақсы. Қош келесің. Енді балалар, ары қарай бүгінгі сабағымызда біз нені үйрендік, нені жаттадық. Енді қазір әркімнен сұраймын. Бүгін біз сабақ барысында не істедік? Олардан бастап сұрайық. Айта ғой, бүгінгі сабақта не үйрендік? Ya bilim türleri sosun kavga. Қандай ән? Әннің аты қатырақ айтады. Кел, билейік әнін ұстауырамыз. Кел, билейік әнін үйрендік. Сосын естелік тағы да қыздар ойланып тұрды. Билейді, қандай билейді? Қара жорға билейді. Ұлдар ұсыламыз тағы да. Сұрақтарға жауап бердіңдер ма? Сұрақтарға жауап. Ал қысам жауап айтады кетті. Жақсы. Айта ғой, есте бүгін не үйрендік? Биледі, қандай би биледік? Қара жорға би биледік. Сосын? Айта ғой. Айта ғой, не үйрендік? Не үйрендің бүгін сабақта? Айта ғой, не үйрендік? Қара жорға биін биледік, сосын істедік тағы. Кел бал, кел билейік, ән үйрендік. Тағы да, не биледік сұрақтарға жауап бердік. Жақсы. Мұхаммед Али, қандай күйшімен таныстық? Кім деген күйшімен таныстық? Адай күйімен таныстық. Қандай күйшімен таныстық? Күйшінің аты? Кіммен? Неген атымен? Қандай күйшімен таныстық? Орал облысында туған. Кіммен таныстық? Адай күйімен таныстық. Бірақ күйшінің аты кім? Кім күйшінің аты? Құрман Құрманғазы күйшімен таныстық. Құрманғазының қандай күйімен таныстық? Адай күйімен танысқан екенбіз. Жақсы балалар, ендеше қазір бүгінгі сабақта сендерге ең қызықты болған сәттер болып жатырса, сабақ сендерге ұнаса, өздеріне арналған қазір біз жақында ғана қандай билетені аяқтады? Жаңа жылда ең белгі беретін түсі не? Шырша. Иә, шырша. Қазір сіздер бүгінгі сабақтан жақсы сабақты үйрендік. Біз жақсы нәрсені алып десеңіздер, алдарыңыздағы шыршаны жарқырату керекпіз, иә? Қазір сіздерге мен мынандай нәрсе, яғни шамдарды беремін. Барлық енді қараймыз. Қыздар, жігіттер, таласпаймыз. Енді тыңдап алайық.